1 июня – Международный день защиты детей. Международный день детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. По одной из версий, в 1925 году генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-Удзе – фестиваля лодок-драконов, дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности день совпал и со временем празднования детской конференции в Женеве, флаг Международного дня защиты детей. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Халықаралық балаларды қорғау күні мерекесінің шығу тарихы тереңде жатыр. Ерте кезден аталып келе жатқан осы бір мереке сонау 1925 жылдан басталады. Бұл мереке жайлы алғаш бала тағдыры және оны қорғау тақырыбында бүкіл әлемдік Женева конференциясында сөз етілген. Неге екені белгісіз, бірақ балалар мерекесі маусым айының 1-нен бастап тойлана бастады. Жалпы шындыққа жанасар бір нұсқа бар. Жоғарыда аты аталған Женева конференциясы өткізілген жылы Сан-Францискода Дуань-Удзе, яғни қайықтар мен айдаһарлар мерекесі аталып өткен еді. Маусым айының 1-не сәйкес келген аталмыш мереке арнайы Қытай халқының жетім балаларына арналған екен. Осыдан мерекені тойлау идеясы осы күнге байланысты орайластырылған деген болжам туады. Балаларды қорғау күні мерекесінің туы.